Енді тотығу дәрежесі жаңа металл, бейметалдарда қайсысы плюс, қайсысы минус болатынын айтатын боламын. Период бойынша мына кестеге мән бермеңіздер, бұны балам жыртып қойды. Период бойынша негізінен металдардың барлығы бізде плюс тотығу дәрежесін көрсетеді деп айттық қой. Ал бейметалдарда ол тотығу дәрежесі плюс болуы да мүмкін, минус болуы да мүмкін. Осы бір периодта орналасқан элементтерден құралған қосылыс болатын болса, мысалы кімді алайық? Мысалы алюминий, мысалы хлоридін алайық. Екеуі бір периодта орналасқан, үшінші периодта орналасқан. Осы алюминий мен алюминий хлоридінде қосылысында қайсысы минус тотығу дәрежесін көрсететінін білу үшін оның реттік нөмірі ең үлкені минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Яғни реттік нөмірі хлор. Хлор минусты көрсетеді. Осындай жаттап алсаңыз болады. Яғни қайсысы минус болады деп. Екеуі де бейметалл болған жағдайда реттік нөмірі үлкен болатын элемент минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал бір периодта, бір топта орналасқан элементтер үшін, мысалы, бір топта, мысалы, SO3 дегенді алайық. Бір топта орналасқан, оттекте, күкіртте бір топта орналасқан, бір топта орналасқан бейметалдардың қайсысы минус тотығу дәрежесін көрсетеді деп айтатын болсаңыз, бұл жерде реттік нөмірі ең кіші элемент, яғни реттік нөмірі 8 оттек, 16 күкірт. Бұл жерде ең кіші болатын, реттік нөмірі кіші болатын элемент минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Сонда бізде оттегі минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Мысалы, SO2 болғанда, SO3 болғанда минусты оттек болады екен. Тотығу дәрежесі минусы оттегіде болады. Оның мағынасы бағанағы электр терістілікте жатыр. Бізде электр терістілігі, яғни топ бойынша негізінен ең жоғарыдан төмен қарай азаяды электр терістілігі. Сонда бізде ең күшті электр терістілік фторда. Одан кейін хлор, мысалы, фтордікі 4 болса, электр терістілік, одан кейін хлор 3-те 5 деген сияқты. Ал период бойынша бұлайынша көбейеді екен. Яғни сонда, мысалы, оттектікі 2-де 1, фтордікі 4, мысалы, күкірттікі 3 болса, хлордікі 3-те 5 деген сияқты. Яғни период бойынша басынан бастап аяғына дейін көбейіп отырады электр терістілігі. Ал топ бойынша жоғарыдан төмен қарай электр терістілігі азайып отырады екен. Яғни соған байланысты қосылыстардың да қандай тотығу дәрежесін көрсететінін сөйтіп айтуға болады.